Şişe irrasyonel tengsizlik tübür görsetküç jup ekiге teң ta үлкен min чегиден терстенен үлкен болду. Tübürden арифметикалык тыгын анықтауымыз боюнча барып кетсе 10 сан чыгат. Tübürдүн астында 12 10 болгон кезде аныкталады. Демек терс сандан барып келсе үлкен болот. X'тин баардык мүмкүн мендер жыйынында. X'тин мүмкүн мендер жыйынында үчүн x куб плюс 3x плюс 4 үлкен болмаса тең 0 деген теңсиздик керек. Осы барлық мүмкін мендер жиында теңсиздік шешімі болады. Енді үшінші дәрежелі теңсиздік болып тұр. Үшінші дәрежелі болған кезде біз көбейткіштерге жіктейміз. Көбейткіштерге жіктеу үшін biz bölü təsirində köpçüyü bölü təsirində köp kullanırız. Şu x plus 4'te x plus 1'e x minus 1'e bölüp görüyoruz. Kalıksız bölünse demek bir köpçülerin bölü x plus 1 olması x minus 1 olsa biz x plus 1'e bölüp görüyoruz. X plus 1'e bölüp için biz önce x kvadrattan veririz. Köpçülerimiz x kub oladı. X kub plus koyacağımız x kvadrat oladı. Şimdi azaytımız geldim bölü orunda x kub'tan x kub'ta azaytımız ne oladı? Buna yaptı x kvadrat yok demek minus x kvadrat plus 3x plus 4. Şimdi minus x kvadrat çıktığı için minus x'ten veririz. Minus x'te x'a böleceğimiz minus x kvadrat minus x'in birde böleceğimiz minus x azaytımız endi. X kvadrattan x kvadrat azaytımız joyulады. 3x'ten minus x azaytımız minus plus болып кетеді. 4x болады. Plus 4'ün өзін жазып koyalım. Енді 4'ten veririz. 4'ten versek 4x plus 4 kalmadı. Demek biz buna 3 müçeyini x'in 3. derecesi plus 3x plus 4'ü bekliyoruz. X plus 4 ikinci bölüşümüz x kvadrat minus x plus 4 деген түрде жіктеді. Енді біз x plus 4 x kvadrat minus x plus 4 үлкен болмаса тең 0 деген теңдікті шешеміз. Оның барлық теңдікті шешілгендегідей интервалдар тәсіліне сақталады. Bir töbürü minus 1 belgili, ikinci töbürünü табу үшін x kvadrat minus 4x plus 4 daha көйткіштерге жіктеп көрейік. Көйткіштерге жіктейтін болсақ, дискриминанттауларды істейік. Minus 1'nin kvadratı minus 4 көбейтілген 1 a'nın орнында 1 minus 1'nin kvadratına жетеді. Көбейтілген 4 тең 1 minus 16 minus 15'e тең болып 0'den кіші. Демек көйткіштерге жіктелмейді. Біздің kvadrat үшіншеміз барлық кезде 0'ден үлкен 0'дері жоқ деген сөз. 0'дері жоқ. Демек бізде bir түрі ғана болады. Minus 1 деген. Minus 1'дің өзі тиісті. Minus 1 0'ді қойып көреміз. 0'ді қойсақ 0'дің бірінші көйткішіміз 1 болады. Мына 0'ді қойсақ 4 болады. 0'ден үлкен. Мына жағынан демек 0'ден кіші. Шешімі жауабы minus 1'ді қоса аламыз. Minus 1'den plus 8'e дейін.